Қайырлы күн, құрметті көрермен. Қазір қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі мобильді аударымдар. Бұл тақырыпты түсінбей жүрген жандар қаншама. Неге? Ең әуелі осыған тоқталып өтейік. Статистика деректеріне сүйенсек, 2023 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша жалпы елдің қаржы айналымында қолма-қол ақшасы төлемдердің үлесі 86%-ға жеткен. Яғни отандастарымыз қаражаттарын көбінесе банк картасында сақтайды екен. Осыған байланысты мобильді аударымдар алдағы уақытта да бақылауға алынатыны ескертілген. Халық болса кәсіпкерлердің тауарлар мен қызметтерді сату үшін онлайн төлемдерді қабылдаудан бас тартып қолма-қол ақша талап еткеніне шағымданып жатыр. Ал сіз тұтынушы ретінде өз құқықтарыңызды білесіз бе? Қолма-қол ақша талап ететін кәсіпкерлерге қандай жаза қолданылады? Бұл туралы арнайы маман айтып берсін. Егер қолма-қол ақшасы төлемдерді қабылдаудан бас тартатын болса, ол заңсыз болып табылады және тұтынушылардың құқығын бұзды деген сөз. Яғни кәсіпкерлердің төлем карталарымен төлем қабылдаудан бас тартатын болса, онда кәсіпкерлерге бірінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып ескерту беріледі. Егер қайталанатын болса, онда 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Уақытында тіркелмеген жеке кәсіпкерлер бірінші рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып ескерту жасалады. Егер қайталанатын болса, онда 8 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Кәсіпкерлер қолма-қол ақшасы төлем қабылдаудан бас тартатын болса, қайда жүгінуге болады? Яғни тұрғылықты жер бойынша осындай фактілер анықталатын болса, мемлекеттік кірістер органдарына жүгіну қажет.